Армысыздар, құрметті көрермендер және бақ өкілдері. Шымкент қаласының өңірлік коммуникациялар қызмет алаңынан тікелей көрсетілімді бастаймыз. Құрметті әріптестер, бүгінгі баспасөз конференциямызда талқылайтын тақырып жазғы кезеңдегі балалардың қауіпсіздігі туралы болады. Құрметті бақ өкілдері, бүгінгі медиа алаңымыздың спикерін таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Еркін Отарғалымұлы, Шымкент қаласы төтенше жағдайлар департаменті бастығының міндетін атқарушы, азаматтық қорғау полковнигі. Шамшиева Нұргүл Ақылбекқызы, Шымкент қаласы білім басқармасының басшысы. Қош келдіңіздер. Алғашқы сөз Еркін Отарғалымұлы, өзіңізге беріледі. Қайырлы күн, құрметті хандар мен мырзалар, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, құрметті тұрғындар. Жалпы бүгінгі тақырып өзекті. Жазғы демалыс кезінде балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету сұрағы өте өзекті. Себебі өздеріңізге мәлім, 3 ай балалар жазғы демалыста болады. 3 ай көлемінде өкінішке орай балалардың қатысуымен, балалардың және қараусыз қалдыру салаларынан, балалардың жәнегідей ата-аналардың тараптарынан дұрыс жәнегідей бақылаудың болмау салдарынан балалардың қатысуымен жазатайым оқиғалар тіркеліп жатыр. Соларды сөз қылатын боламыз. Жалпы өз баяндамамды бастамай тұрып, соңғы осы ағымдағы жылдың 6 айының қорытындысы бойынша қысқаша ақпарат берсем деген ойым бар. Жалпы жыл басынан бері жедел қызмет номерлеріне 197 мыңнан астам қоңырау келіп түсті. Келген қоңыраулар салдарынан 2224 жедел шығулар жасалды құтқару қызметімен. Жыл басынан жалпы қала аумағында 145 төтенше жағдай тіркеліп, бұл өткен жылмен салыстырғанда өсу үрдісін көрсетіп отыр. Оның ішінде және 145 төтенше жағдайдың 138-і техногендік сипаттағы төтенше жағдай орын алатын болса, 7-еу табиғи сипаттағы. Жалпы төтенше жағдай салдарынан 21 азамат зардап шегіп, 6 адам қаза тапты. Авария құтқару жұмыстарын жүргізу барысында 285 адам құтқарылып, оның ішінде 91 бала құтқарылды. Қауіпсіз аймаққа 59 адам эвакуацияланды. Медициналық көмек 211 адамға көрсетілді. Жалпы жыл басынан бері қала аумағында 134 өрт фактісі тіркелді. Салдарынан 1 адам қаза тауып, 8 адам жарақат алды. Материалдық шығын 334 миллион теңгені құрап, құтқарылған материалдық құндылықтар 1,5 миллион теңгеден астам соманы құрады. Жалпы өрт тематикасына келетін болсақ, жалпы өрттердің негізгі шығу себебі бірінші орында бізде электротехникалық жану көзі, екіншісі бізде адамдардың отпен абайсыз болуы, үшіншісі жылыту аспаптарын пайдалану, яғни жылыту пештерін пайдалану. Осы тақырыпқа жақыны бұл балалардың отпен абайсыз болу салдарынан өрттердің былтырғы жылмен салыстырғанда 3 есе артуы аталып өткенге отыр. Егер де былтыр, мысалы, 23 жылдың 6 айымен салыстырсақ, былтыр 2 өрт фактісі тіркелетін болса, балалардың отпен абайсыз болу салдарынан биыл ағымдағы көрсеткіш 6 өрт көрсетіп отыр. Бұл бізді алаңдатады. Сонымен қатар департамент балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету сұрағы жіті бақылауға алынған. Өздеріңізге білесіздер, әсіресе осы заманауи қала деп қарайтын болсақ, балалар бір қатар қауіптің алдында тәуелді болып тұрады. Олар және өрт қауіпсіздігі, екіншісі білесіздер, суға шомылу маусымы. Жалпы суға шомылу маусымына келетін болсақ, бізде мүмкін болатын жазатайым оқиғалар алдын алу бойынша біз алдын ала білім басқармасымен бірлесіп балалар арасында түсіндірме жұмысын жүргізу сұрағы қолға алынған болатын. Жалпы департаментте 1279 білім беру мекемелері есепке алынған болатын болса, сонымен қатар дәл осы жазғы демалысты қауіпсіз қамтамасыз ету бойынша мектеп жанында құрылған 258 жәнегідей балаларды сауықтыратын алаңдар есепке алынып, жалпы 213.400 оқушының демалу жоспарланған. Бұл жұмыс жәнегідей жоспарлы түрде әр ауысыммен алдын алу жұмысы жүргізу қолға алынған. Сонымен қатар бүгінгі таңда бізде 258 мектеп жанындағы лагерьді айтсақ, сонымен қатар 2 қала аумағында осы балаларға жазғы демалыс бойынша қызмет көрсететін 2 сауықтыру лагері есепке алынған. Аталған лагерлерде де алдын алу жұмыстары жүргізіліп, ауысыммен құтқару қызметі барып, балалармен алдын алу жұмыстары, сабақтарды өткізіп, практикалық оқу жаттығулар өткізу қолға алынған.
Су маусымы, шомылу маусымы кезеңіне келетін болсақ, жалпы қала аумағында бізде ресми 3 суға түсу ресми рұқсат берілген орын айқындалған, 13 тыйым салынған. Жалпы бүгінгі таңда жыл осы шомылуға маусым басталғалы бері бір жазатайым оқиға орын алды. Бізде бір адам суға шомылу рұқсат берілмеген жерлер суға түсу салдарынан көз жұмды. Жалпы аталған жұмысты дәл осы судағы қауіпсіздік мәселелерін жүйелі түрде алдын алу мақсатында қалалық жоспар бекітілген болатын. Аталған жоспарға сәйкес күнделікті жексенбі-сенбіге қарамай алдын алу жұмыстары қолға алынып жүргізіліп жатыр. Нақтырақ айтатын болсам, жалпы 235 рейд іс-шаралар өткізілді. Сонымен қатар бізде бұқаралық ақпарат құралдарында алдын алу жұмыстары тұрақты түрде жүргізіледі. Алайда атқарылған жұмыстың қарамастан бізде өкінішті жыл басынан бері дәл осы 22 маусымнан бері осы мерзімде жеке тұрғын үй ауласында осы қаңқалы бассейн дейміз ғой, қаңқалы бассейндерде 3 бүлдіршін көз жұмды. Аталған жазатайым оқиғалардың зерделеу барысында аталған бүлдіршіндер қараусыз, ата-аналардың қараусыз қалып, өз безгімен бассейнге түсіп, жәнегідей көз жұмған сондай қайғылы статистика сізге жеткізейік деген ниетіміз бар. Себебі бұл үрдіс өкінішке орай жаз айы ыстық, әлі суға түсу маусымы бізде қыркүйек айына шейін жүргізіледі. Сол себепті осы жерде ата-аналардың құлағына алтын сырға үлкен үндеуіміз, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар деген ниетіміз бар. Себебі әр үйге, әр отбасыға бір құтқарушыны қойып, немесе әр қайсысымен жеке-жеке түсіндірме жүргізу өте қиын. Қала өздеріңіз білесіздер, қарқынды даму үстінде. Қайткенмен де бұл жерде біз осындай проблемалық сұрақ бар екен. Аталған проблемалық сұрақтың шешудің бірден-бір жолы дәл осы балаларды қараусыз қалдырмау. Балалармен міндетті түрде қауіпсіздік шараларын түсіндіру, насихаттау. Әр отбасы, айтады ғой қазақта, ел боламын сен бесігін түзе дейді. Сол себепті осы жерде отбасылық институт дейміз. Әрбір отбасы, әрбір отағасы, отанасы және балалармен осы тақырыпта үндеу сөз жүргізсе екен. Барлық қажетті ақпарат департаменттің ресми парақшаларында, әлеуметтік желілерде жарияланған. Бұл жерде тағы да үлкен бір проблемалық сұрақтардың бірі, бұл балалар ашық терезе проблемасы. Мысалы, былтырғы жылмен салыстыратын болсақ, былтыр бізде 8 жағдай жыл бойы тіркелетін болса, биылғы жылдың өзінде 6 айдың қорытындысы бойынша бізде терезеден құлау жағдайы 5 фактісі тіркелген. Былтыр мысалы 8 фактісі орын алып 7 бала жарақат алып 1 бала көз жұматын болса, биылғы жылдың статистикасына сәйкес 5 құлау фактісі тіркеліп, 1 бала көз жұмып, 4 бала жәнегідей әртүрлі жарақатпен емдеу мекемелеріне жеткізілген болатын. Ашық терезе проблемасы бұл да қарап тұрсаңыз, балалардың қараусыз қалу себебі. Көп жағдайларда балалар қараусыз қалып, сыртта ойнаған балалардың дауысын естіп, бала сыртқа ұмытылады. Терезеге орнатылған москитке торлар шын мәнісінде олар қауіпсіздік тек қана көзбен қараған кезде қауіпсіз сияқты көрінгенмен ол баланың салмағына шыдамайды. Сол себепті егерде бала аталған москитке торға салмақ түсіріп сүйенетін болса, москитке тормен бірге өкінішке орай балалар терезеден құлап жатады. Аталған жазатайым оқиғаларды алдын алу мақсатында беретін кеңестеріміз ең біріншісі, қайталап өтемін, балаларды қараусыз қалдырмау. Екіншісі, балалардың терезеге емін-еркін шықпау үшін жиһазды, мысалы орындық стөлдерді, дивандарды терезенің қасына баратын жолдарға немесе терезенің қасына қоймаңыздар. Егерде сізде үйлеріңізде жиһаздарыңыз, қандай стөлдеріңіз осы терезеге жақын тұратын болса, оларды алып тастаңыздар. Сонымен қатар қазіргі таңда техникалық мүмкіндіктер бар. Балалардың терезеден құлаудың алдын алу үшін терезелерге бұғаттағыш құралдарын қою, яғни ограничительдер дейміз. Ол бағасы да соншалықты қымбат емес. Ары кетсе бір 4-5 мың теңге тұрады. Аталған бұғаттағыш құралдарын терезеге қоятын болсаңыздар, немесе жәнегідей басқа да заманауи қазір техникалық құралдар бар, соларды орнатсаңыздар, сіз өз балаңыздың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік аласыздар. Келесі мәселе, аталған проблема бойынша
департаментпен жалпы бұқаралық ақпарат құралдарында сөз сөйлеу жұмыстары қолға алынған. Тұрақты түрде жалпы 5700-ден астам адамды қамтитын 79 көп қабатты тұрғын үйлермен 45 жиын өткізілді. Аталған жиындарда дәл осы балалардың терезеден құлау проблемасы, балалардың жалғыз қалдыру проблемасы, балалардың отпен ойнау, сіріңкелерді, шырпыларды балалардың қол жетпейтін жерге орнату мәселесі толыққанды жеткізіледі. Бұл жерде тағы да жалпы қоғамға бір үндеу жасайық дегеніміз, қауіпсіздік мәдениеті өкінішке орай төмен болып тұр қоғамда. Немқұрайлылық, егерде төтенше жағдай орын алатын болса, барлық бұқаралық ақпарат құралдары аталған проблеманы көрсетеді, насихаттайды, алдын алу жұмыстарын жеткізеді, тұрғындарға, қоғамға жеткізеді. Өкінішке орай адам аталған проблема, аталған төтенше жағдай менде орын алуы мүмкін деген жәнегідей ойға ой жүгіртпейді. Сол себепті құрметті қала тұрғындары, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету сұрағы өзекті болып тұр. Өрт қауіпсіздігі, терезеден құлау, судағы жазатайым оқиғалары. Сол себепті қалалық төтенше жағдай департаменті мүмкін болатын төтенше жағдайларды алдын алу бойынша сіздерге келесідей кеңестерді береді. Балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Мүмкіндігінше жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін жәнегідей үйдегі қаңқалы бассейндерді тек қана балалар түсірген кезде суға толтырып, жай кездер босатып қойыңыздар. Себебі қараусыз қалған бала 20 секунд ішінде бала тұншығып, көз жууы мүмкін. Соған мән берсеңіздер. Міндетті түрде, мысалы көп жағдайларда егерде зерделейтін болсақ, үйде балаларды қараусыз қалдырып, ата-аналары дүкенге шығып кетеді, немесе қандай да бір жұмыстармен сыртқа шығып кетеді. Бұл өте сондай бір жауапсыз жағдай. Сол себепті құрметті Шымкент қаласының тұрғындары мен қонақтары, мүмкін болатын төтенше жағдайларды бірігіп алдын алайық. Жалпы қандай да бір оқыс оқиға орын алған кезде сіздердің құтқаруларыңыз 101-112 телефондарына хабарласып, құтқару қызметін шақыруға болатын тағы да ескеріңізге саламын. Қысқаша берілетін ақпарат осы. Сұрақтарыңыз дайын болатын болса, жауап беруге дайынбыз. Рахмет, Еркін Отарғалымұлы. Келесі сөз Нұргүл Ақылбекқызы өзіңізге беріледі. Қайырлы күн, құрметті бүгінгі брифингке қатысушылар, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Биыл жазғы демалыспен қамту үшін 245.862 баланың 232.424 балаға жазғы демалыс жұмыстары қамтылады деп, жазғы демалыс шараларымен қамтылады деп жоспарладық. Оның 18.934 баласы қала сыртындағы лагерлерде демалады деп жоспарлаған болатынбыз. Қазіргі уақытта жұмыс жоспарлы түрде жүргізілуде. Қазірдің өзінде қала сыртындағы лагерлерде 1362 бала демалып болды. Қазіргі уақытта 924 бала демалыс шараларымен қамтылған, өтіп жатыр қазір лагерлерде. Жалпы бұл жазғы демалыспен қамту үстіміздегі жылдың тамыздың соңына дейін жалғасатын болады. Қала сыртында қазіргі уақытта Шымкент қаласының оқушылары 7 лагерде демалып жатыр негізінен. Бұл Шымкент қаласының білім басқармасына қарасты Ақсу лагері бар. Одан бөлек Бәйшешек, Таушыңы, Арыс спорт мектебі, Көктөбе және Қуаныш деген бізде балалар лагері бар. Осы балалар лагерінде қазір демалыс шараларымен қамтылған. Балаларды демалыспен қамту үшін арнайы іс-шаралар жоспары әзірленген. Сол іс-шаралар жоспарына сай балалар түрлі мәдени, спорттық, танымдық, жалпы ой дамыту шараларымен қамтылып отыр. Одан бөлек биыл әсіресе осы лагерлерде жұмыс істейтін мамандардың сапалы құрамына мән берілді. Осы лагерге жұмысқа тартылған барлық қызметкерлердің соттылығы бар жоқтығы туралы тексеру жұмыстары жүргізілді. Лагердің басшысынан бастап техникалық қызметкеріне дейін. Жалпы ақпарат осындай. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Рахмет. Енді әріптестер, сұрақ-жауап кезеңіне өтеміз. Сұрақтарыңыз болса, микрофон арқылы қоюларыңызға болады. Бақытжан Көпбаев, ақпараттық агенттігі. Иә, рахмет. Екі адамға да екі сұрақтан қойсақ бола ма? Қойыңыз. Рахмет. Еркін мырза, өзіңізге алғашқы сұрақ. Жаңа сіз керемет сұрақты көтердіңіз.
тұрғын үйлерде москитный сетка ұстай алмайды, балалар құлап кетеді деген бойынша. Осы бойынша сізден сұрасам, сұрағым мынадай: тұрғын үй қатынастары туралы Қазақстан Республикасының 97 жылғы 16 сәуірдегі нөмір 94 заңы бар. Сол заңға сіздер қандай ұсыныс жасадыңыздар? Сол москитный сетканың орнына қорған қою керек, анау мынау деген жасадыңыздар ма? Дәл солай аталған сұрақ тек қана биыл ғана өршіп тұрған сұрақ емес. Жалпы бұл проблема жылдан жылға, әсіресе қалаларға тән проблема. Балалардың терезеден құлауы, әсіресе көп қабатты үйлер, көп шоғырланған елді мекендерде бұл проблема өршіп тұр. Аталған проблема жүйелі түрде шешу үшін жалпы құрылыс жүргізу кезінде, құрылыс жобалау жұмыстарын жүргізу кезінде ережелерге аталған үйлердің дәл осы балалардың терезеден құлау алдын алу бойынша ұсыныстар берілген болатын. Аталған ұсыныстар екі түрлі ұсыныс. Біріншісі бұл бұғаттау құралдарын қою, екіншісі қазір айтамыз ғой, тор дейміз. Тор емес, бұл эстетический неден жасалған, пластмастан жасалған әдемі торлар. Ол екі шешімді біз бердік. Сонымен қатар бүгінгі таңда қала аумағында осы құрылыс саласына жауап беретін басқарманың ресми берген ақпаратына сәйкес қала аумағында құрылыс жүргізетін әрбір құрылыс компаниясына аталған проблема жеткізілді және ережелерге ол енгізілді. Яғни бүгінгі таңда құрылыс жүргізу кезінде терезеден құлау алдын алу бойынша осы бұғаттау қондырғылар орнату талабы қарастырылған. Көп жағдайларда өкінішке орай біз қандай мәселеге мән беру керек? Бұл жерде тұрғындардың көп жағдайларда терезе ауыстырады. Мысалы, егерде біраз темаңыздан алшақтайтын болсақ, мысалы тек қана осы өрт қауіпсіздігі мәселесіне келетін болсақ, үйлердегі мысалы өрт жүйелерін істен шығарып жатады. Себебі мысалы үйдің кіре берісінде холл дейміз ғой, холлардан мысалы өрт дабылы тұрады. Аталған өрт дабылын жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде алып тастайды көп жағдайларда. Осыдан келе бұл жерде тағы да осы үлкен бір мәселе, бұл қауіпсіздік мәдениеті. Жалпы бүгінгі таңда құрылыс жүргізу кезінде сұрағыңызға тиесілі алдын алу жұмыстары қарастырылған. Бірақ та көрдіңіз, бүгінгі таңда төтенше жағдай қызметі қабылдау комиссиясына қатыспаймыз біз. Яғни құрылысы біткен үйлерде аталған талап сақтала ма, сақталмай, бұл сұраққа жауап беру маған қиын болып тұр қазіргі таңда. Түсінікті, Ереке, мен қазір мына заңды қарап отырмын, заңда жоқ қой ондай. Сіз қандай ережеге енгізілді деп жатсыз? Мен түсінбедім. Бүгінгі таңда мысалы бұл проблема тағы да бірнеше рет көтерілген болатын. Қажетті ұсыныстар берілген болатын. Біз екі ұсыныс беріп отырмыз. Балалардың терезеден құлау алдын алу бойынша жүйелі түрде проблеманы шешу үшін осы проект жобалау жұмыстарын жүргізу кезінде аталған іс-шараларды қарастыру бойынша ұсыныс берілген болатын ресми. Сонымен қатар департамент тарапынан былтырғы жазбаны көрсететін болсақ, біз қала аумағында жүргізілетін құрылысқа жауапты басқармаға осы проблема көтерген болатынбыз. Аталған басқарманың ресми жауабына сәйкес бізге берген аталған сұрақ зерделеніп, барлық құрылыс жүргізетін компаниялар жеткізілген туралы бізге ресми жауап келген болатын. Көрдіңіздер? Яғни ескерту ретінде, заң ретінде жоқ. Бұл, мен қателеспесем, қазіргі таңда бұл жоғары деңгейде бұл қарастырылып отқан сұрақ. Әрине, депутаттардың арасында қазір осы заң өте қатты талқыласта жүріп жатыр ғой, өзгерістер енгізу. Соның ішінде біздің айтайын деп жатқанымыз, әшейін ескертіп қоя салмай, сіздер жіберген хаттарыңызды кімге жібердіңіздер, талап етіп, осыны міндетті түрде енгіздірсеңіздер. Әрине, онда жақсы болар еді. Әшейін айтып қоя салмай, ескертіп, жаңағы халықтың мойнына жауапкершілікті арта салу оп-оңай ғой. Ал бірақ соны талап етіп, соңына дейін жеткізіп, заңға енгіздіртіп, одан кейін барып жүре берсе жақсы болар. Міндетті түрде. Рахмет сұрағыңызға. Енді шомылу жайлы. Ереке, өзіңіз жаңа айтып өттіңіз, Семейден келдім деп. Жас кезіңізде қай жерге барып шомылатын едіңіз? Бірінші осыдан басталайық. Жалпы мен тұратын ауылда бізде Алакөл бар. Алакөл көлі бар. Негізгі демалыс орны, сол жерге барып шомылатынбыз. Ал енді Шымкентте Алакөл жоқ. Бұрын, мен осы Шымкент қаласы туып өскен адамымды, бұрын Шымкентте 1000-нан астам нелер болатын, фонтандар, бірақ оларда ешқайсында тоқ жүрмейтін. Сондықтан біз бәріміз шомыла береді. Біздің совхоздың өзінде 4 фонтан болатын, әр ПМК-да. Одан бөлек жаңадай орындар болатын. Енді мен сұрағыма келе жатырмын, жаңа қай жерде үйрендіңіз деген. Қазір біз ашып қарасақ, Шымкент қаласында 22-ақ бассейн бар екен. Қаласында. Мен есептеп отырмын, қазір ашып бере салайыншы. Мен есептеп отырмын. Қалада бүгін күнде кешіресіз. Біздің Шымкент қаласында
Кешірім өтінемін. Орайыз, месседж. Мінекей. Шымкент қаласында жаңағы 22 бассейн бар. Ол бассейндер 12 сағат істесе, әр бассейнге 20 баладан ғана шомылдырса, сағатына 240 бала шомылады. 240 бала 12 сағат шомылса, 2880 бала шомылады бір бассейнде. 2880-ді 30 күнге көбейтсек 86.000 болады. Оны 3 айға көбейтсек жаз бойы 259.200 бала ғана бір-ақ рет шомылса болады. А қалада өздеріңіз білесіздер 428.873 18 жасқа дейінгі адам бар. Сонда 259.000-нан жаңа шомылған болса, бір-ақ рет шомылғанда 165.000 адам шомыламайды. Олар қалай не істеу керек? Ол жаңағы айтып жатырмын ғой, 256.000 бір-ақ рет шомылған кезде 3 айда. Қалғандар тіпті шомылуға орын жетпейді. Қайда шомылу керек сол кезде? Жалпы бағана мен ақпарат берген кезде айтып өттім. Қала аумағында негізі суға түсуге рұқсат берілген 3 ресми орын бар. 13-і жәнегідей бізге тыйым салынған. Бұл проблема бар. Сонымен қатар жалпы сіздің сұрағыңыздың біраз алшақтайтын болсақ, балаларды суға шомылу, үйрету проблемасы бар. Бүгінгі таңда аудандық әкімдіктермен қателеспесем 18 меморандум қол қойылған аталған бассейндермен. Аталған бассейндермен жазғы уақытта балаларды осы шомылуға үйрету бойынша. Қазір таңда мендегі ақпаратқа сәйкес 950 бала суға шомылуға үйренді. Енді бұл жерде қандай мәселе бар тағы? Мысалы, суға түсу орындарын күрт көбейту мәселесі мысалы. Егер жетпейтін болса, мысалы, бірақ олар қаншалықты талаптарға сәйкес келеді. Көріңіздер, судағы қауіпсіздік қамтамасыз ету бұл төтенше жағдай министрінің 34-ші бұйрығына сәйкес жүзеге асырылады. Егер де осы шомылуға арналған орын бір қатар қауіпсіздік талаптарына сәйкес болу керек. Көріңіздер, бүгінгі таңда қаладағы мысалы 16 деп айтатын болсақ, соның 3-еуі ғана сәйкес келеді, 13-і сәйкес келмейді. Ол санын көбейту қажеттілік па? Қажеттілік бар. Бұл бойынша біз осы айтамыз ғой, коммунальный пляждарды ашу бойынша. Бұл сұрақта бақылауда ұстап отырмыз, бірақ та бұл сұрақ мен ойлаймын, қаланың жәнегідей даму қарқын ескере келіп, бүгінгі таңда жалпы балалар, жалпы тұрғындарға шомылатын орындардың аздығы. Сол себепті көп жағдайларда қала тұрғындары қаладан тыс облыс аумағында орналасқан осы демалыс орындарына барып шомылады. Бірақ бұл жерде менің енді төтенше жағдай қызмет маманы болып қарап, маман ретінде қарайтын болсам, бұл жерде проблема шомылуға үйрету проблемасы. Бұл бізде проблема. Балаларды осы мектеп қабырғаларында оқыған кезде білім басқармасы бізбен бірге жұмыс жасаған кезде балаларды осы үйрету проблемасы дұрыс шешілмей жатыр. Білім басқармасын аудара салдыңыз ғой, қазір жүрақ қоямыз оны. Ереке, мынадай ғой, мен тағы да айтып жатырмын да, мысалы қазір бұрын Гүлбақ деген көл болатын. Ташкент трасса шыққанда оң жақта. Қазір анау бай сатып алып, нөмір 3-ші байдамын деп мақтанып жүр ғой. Қоршап алды да өзі шомылып Инстаграмда ырбаңдап салып жүр өзін. Баяғыда біз мыңдаған бала барып сол бұлаққа шомылатынбыз. Бадамның тура жанында Гүлбақ деген. Қанша рет айтып жатырмыз, ешкім әрекет жасамайды. А сіздер қайта соны қолдай бересіздер. Енді сіздер жақтан осыншама шомылу орын керек деп, сіздер осы атқарушы билікке ұсыныс жасадыңыздар ма? Бүгінгі таңда енді нормативті мысалы осынша балаға осынша суға түсу орындары қажет деген ондай ақпарат көтерілмеген өзінде біз ресми суға түсуге беретін орындарды санын көбейту бойынша тұрақты түрде жұмыс жүргіземіз. Өзіңіз Алакөлде рахаттанып шомылдыңыздар да, біздің балалар мүмкіншілігі жоқ. Бізде регламент бар. Соңғы сұрағыңыз болсын. Сұрақ көп еді, негізі Ерекең кейін қоямыз. Жарайды, енді бұл кісіге сұрақ қойсақ бола ма Нұргүл ханымға? Нұргүл ханым, жаңа 1278 оқу орын деді, соның ішінде 258 бар, мен қазір санынан шамалы қателесуім мүмкін, мектептер бар деді. Мен тағы да жаңа Совет еліне қайтып келгенге батыр. Бұрын 258 мектеп, 1278 білім беру мекемесі. Совет елінде барлық бала бақшада бассейн бар тұғын. Көп деген мектептерде бассейн бар тұғын. Соның ішінде бассейні бар мектептің бірі 29-шы мектеп болатын. Қазіргі Әлия Молдағұлова ма? Қазір қанша мектепте Шымкентте бассейн бар? Қазір Шымкентте қанша мектепте бассейн бар дейсіз бе? Мемлекеттік пен жеке меншікті қосқанда, дәл қазір мен сізге нақты ақпарат бере алмаймын, қосымша берейін. Жеке меншік мектептерде бар бізде қазір бассейн, одан бөлек мынау қазір жайлы мектептер салынып жатыр, сол жерде бассейн болады.
жайлы мектептер салынып жатқанын біз көрдік, проектісінде бар екен. Онда дәл осы жағдайда неге барлық мектептерге бассейн салу бағдарламасын көтермеске? Жаңа айтып отырмыз ғой, 200 мыңнан астам бала қалып кетіп жатыр. Бәрібір шомылмай, өмірінде бір рет шомылмай кетіп қалайын деп. Біз қазір тіптен балабақшадан бастап жатырмыз. Мен өткенде өзім 15-ші және 19-ші балабақшаларда болдым. Екі балабақшада да кезінде типтік үлгіде салынған балабақшалар, екеуінде де бассейн болған екен. Қазір енді сол балабақшалардың бассейн қайтадан жұмысқа қосу үшін қанша қаражат керек, соны есептеп жатырмыз. Жалпы қалада бірқатар, бізде жалпы өзі 71 мемлекеттік балабақша бар ғой қалада. Соның қаншасында бассейн бар, соның барлығын жұмысқа қосуға әрекет жасайтын боламыз. Ол үшін тиісті жаңа есептеу жұмыстарын жүргіземіз. Оны айтып отқан жаңа бұл кісінің сұрағына да біз Тельмандағы балабақшада, типовой балабақшада қазір сол жерде жүзіп үйренгенбіз, жаңа сіздің айтып отқаныңыз балабақшада. А қазір оның орнына гүлзар салып жіберді балабақшада бассейндерге. Жоқ, бізде мысалға мен өзім жеке көрген қалада 15-ші, 19-ші, 122-ші балабақшаларда бассейн орны бар. Сол балабақша қазір бүкіл мемлекеттік мекемелерге бәрін инвентаризация жасап жатырмыз ғой, жағдайы бойынша. Өздеріңіз білесіздер, бізде 6 балабақшаға жөндеу жұмысын жүргізу керек, 26 мектепке күрделі жөндеу жұмысы керек. Сонымен қатар қазір бассейн бар болса, оны қосу оңайырақ қой, тек күрделі жөндеуді қажет. Жоқтарға да бассейн салу керек ұсыныс бола ма сіздер жақтан? Оны да техникалық мүмкіндіктерге қарай көреміз, өйткені бірінші кезекте жер керек, техникалық талаптары бар. Рахмет, Бақытжан мырза. Келесі сұрақ. Шымкент келбеті. Саламатсыздар ма? Нұргүл ханым, мен сұрағым өзіңізге еді. Жалпы осы жылы оқушылардың қанша пайызы жазғы лагерлермен, жазғы демалыстармен қамтамасыз етілді, пайыздық үлесі? Олардың қаншауы әлеуметтік осал топтардың балалары? Одан кейінгі сұрақ, лагерлердің жұмыс процесін өздеріңіз қалай бақылайсыздар? Өйткені жаз айларында тамақтан улану немесе тазалық шараларының дұрыс сақталмауынан көптеген ата-аналардың шағымы түсіп жатады. Осы үш сұрақ өзіңізге. Енді бірінші сұрағыңыз бойынша жалпы бағана айтып өттім, 245.862 баланы қамтуды жоспарлағанбыз, оның 94-те 6%-ын қамтыдық. Оның барлығы енді қала сыртындағы лагерьде емес, оның басым көпшілігі мектептердің жанындағы бір ай бойына лагерьлер жұмыс істеді, сол лагерьлерде қамтылған болатын. Енді екінші сұрағыңыз жаңа неге байланысты, әлеуметтік осал топтардан 9494 бала қамтылды. Жазғы сауықтыру негізі жоспар 9494, қазіргі уақытта демалып жатыр ғой балалар. Жаңа айттым, 1362 демалды. Қазір ары қарай жоспармен кезең-кезеңмен келе жатыр. Енді жаңа тамақ сапасына келетін болсақ, тамақ сапасы өздерінде белгіленген норматив бар. Өткенде өзім барып Арыс спорт мектебінің лагерін қарап қайттым. Сосын мына Ақсу лагерін барып қарадық. Өзім ешқандай біріншіден ескертусіз бардым. Түстен кейін сағат 5-6-лардың кезінде барып бірден жатын бөлмелерді араладық. Одан балалардың өзімен сөйлестім сол жерде, өзімді таныстырып қалай деп. Балалардың пікірі өте жақсы болды. Одан бөлек асханаға кіріп, сол жердегі бүкіл тамақтардың қорын тексердік. Қанша етің бар, майың бар, сүтің бар, барлығы талапқа сай болды. Қазіргі уақытта негізі балалардың да өздеріңіз білесіздер, барлықтарының қолдарында ұялы телефондары бар. Егер тамақта қандай да бір қанағаттанбау фактілері болса, немесе құдай сақтасын бір нормативтерді бұзу фактілері болса, балалар оны ата-аналарына жеткізеді деп ойлаймын. Ал негізі бізде қазір балабақшада лагерлерде, біріншіден мемлекеттік лагерде ол жұмыс істейтін жауапты мамандар өздерінің жауапкерлігін түсінеді. Екіншіден мына жекеменшік балабақшалармен жұмыс істеп жатырмыз, біз 90%. Жекеменшік балабақшалардың өзіне конкурс арқылы сатып алу болғаннан кейін техникалық ерекшеліктеріне барлық талапты саламыз. Бірінші кезекте ол балалар үшін мүмкіндігінше қауіпсіз ортаны дайындау және тамақты сапалы дайындау норматив бойынша. Егер сол норматив орындалмағанда, ол кәсіпкерге айыппұл салынатынын өздеріңіз білесіздер. Рахмет. Телеканал отырар, Әсел Мәлік. Сәлеметсіз бе? Жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, лагерлер тексеріс жүргіземіз деп, және ұялы телефондар бар деп, бірақ бұған дейін болған болатын. Лагерге барған кезде ұялы телефондарын балалардан алып қойған, кезетін кезінде ғана берген. Оған дейін олардың аш болғаны, жағдайын нашар болған, ешқашанда ата-аналарына жеткізе алмаған жағдай болған. Биыл сол жағына қалай қарап жатсыздар? Одан кейін, жаңа өзіңіз айттыңыз, тексеріс жүргізілді, сотылығы бар, жоғы, психикалық нелерде болған болмаған тексерілген шығар, қанша сондай жағдай орын алды ма, несі бар,
тіркелген адамдар? Жоқ, ондай жағдай орын алған жоқ. Тексеруден барлығы да таза өтті. Ешқандай жұмыстан ешкім шығарған жоқ? Жұмыстан ешкім шығарған жоқпыз. Жаңа бірінші сұрағыңызға жауап беретін болсақ, енді балалардың телефонын алып қойған, жинап қойған деген фактілерді мен естімеппін. Егер ондай фактілер болса, онда тиісті шара қабылдайтын боламыз. Ал егер қазіргі уақытта бізде мына білім басқармасының қызметкерлері кестемен ескерту шығып жатыр. Одан бөлек білесіздер, қаламызда бала құқықтарын қорғау жөнінде уәкіліміз бар. Жанетта Қанайқызы Жазықбаева. Ол кісі де өз бетінше біз өзінің міндеттемелер шеңберлерінде барып тексеру жұмыстарын жүргізіп отыр. Одан бөлек әр апта сайын премьер-министрдің орынбасарының деңгейінде Тамара Қасымқызының осы лагерьмен қамтамасыз ету мәселелері қарастырылады. Сол жерде санитарлық бақылау департаменттері жауап береді сол жерде. Ол кісілер де өз тарапынан жоспарлы тексеру жұмысын жүргізіп жатыр. Сондықтан биылғыдан ерекше бақылау өте қатаң. Биыл балалардың тамақтанулану мәселесі болмайды деп сенеміз. Оқыс оқиғалар орын алды ма оқушылар арасында жаз басталғалы, осы демалыс басталғалы? Жаз басталғалы оқыс оқиғалар әзір орын алған жоқ. Күні кеше өздеріңіз естігендей 4 жасар баланың құлап қалуы, енді ол оқушы болмаса да балабақшаға баратын баланың жас санатындағы бала ғой. Осындай оқиғалар өкінішке орай орын алып жатыр. Жаңа терезеден құлаған, оны жаңа Еркін Отарғалымұлы да айтып өтті. Бізде мына жалпы қауіпсіздікті сақтау, денсаулықты күту мәселелері өте өзекті. Және осы жерде біз бірінші кезекте қауіпсіздікті сақтау, денсаулықты күту мәдениетін қалыптастырудан бастау керекпіз. Осы бағытта жаңа Еркін Отарғалымұлының баяндамасында тыңдадыңыздар, бірлесіп жұмыс атқарып жатырмыз. Бірақ бір жағынан сіздер мына қоғам бұқаралық ақпарат құралдарының өкілі ретінде, әрі мына қоғамдық пікірді қалыптастырушы бірден бір үлкен күш ретінде сіздермен бірге жұмыс істеуге дайынбыз. Өткенде Еркін Отарғалымұлының департаментінен бізге мамандар келген. Тыйым салынған жерлер бар, рұқсат етілген жерлер бар. Солардың прям атын атап, түсін түстеп, біз мына әлеуметтік желілерге де салайық, соны сіздер де таратсаңыздар. Рахмет. Әріптестер, басқа да сұрақтарыңыз бар ма? Иә. Соңғы сұрақ болсын. Иә, әрине. Жаңа 3 бала жайында айттыңыз, суға шомылып қайтыс болған дедіңіз. Былтырғы көрсеткішпен айтып бере аласыз ба разницаларын? Және де олар қанша жастағы балалар? Жалпы 3 жазатайым оқиға орын алғаны, бұл суға шомылу емес, бұл табиғи бассейнде, қаңқалы бассейндерде орын алған жазатайым оқиғалар. 3 оқиғасы тіркелді биылғы жылы. Жәнегідей жазатайым оқиға статистика көрсеткендей, бізде 3-4 жасар балалар тәуелді аталған проблемаға. Былтырғы жылмен салыстыратын болсақ, бізде жазатайым оқиғалар тіркелген жоқ болатын былтырлар. Жалпы суға. Биыл біреу, шомылу маусымында бізде біреу, былтыр жазатайым оқиға жоқ болатын. Қаңқалы бассейндерде биыл 3, былтырғы статистика мендегі ақпаратқа сәйкес бұл сұрақ болмаған былтыр. Былтыр көп болды ғой негізі балалар бассейнге. Біз салыстырамыз ғой кезеңмен. 1 маусымнан бастаймыз, кезеңмен салыстырамыз. Ата-аналар жауапқа тартылды ма 3 баланың? Бұл жерде міндетті түрде бізге ақпарат келген кезде біз ақпарат тіркеу кітабына тіркейміз. Балаларды қараусыз қалдыру, балаларды айтады ғой, оставление ребенка в опасности. Осы бап бойынша біз міндетті полиция қызметкеріне жолдаймыз. Соңғы полиция қызметкерлері қояды. Ата-аналардың жауапкершілігі бойынша. Рахмет. Можно, я хотел бы вопрос задать. Вы у вас тоже ваш представитель брифинг давал насчет этой темы. Я хотел узнать, за месяц какие-то анкетирования проводилось среди школ? Сколько детей умеет плавать, сколько не умеет плавать? У вас есть такие данные? Вообще вопрос, он постоянно на контроле держится. Сейчас в настоящее время дети находятся на летних каникулах, в школах детей нету. При этом мы при школьных лагерях и на территории города есть 2 лагеря, которые осуществляют оздоровительный процесс для детей. Посменно мы там принимаем участие, доводим в игровой форме с детьми, проводим профилактическую работу. На сегодняшний день главная задача, которую департамент ставит перед собой, в первую очередь, это довести до общества проблему, то, что такая проблема есть, то, что дети остаются без присмотра и становятся заложниками той или иной чрезвычайной ситуации. Второй вопрос, который мы активно сейчас ведем, это с районными акиматами, если не ошибаюсь, это заключение меморандумов, чтобы обучать детей. Вот, кстати, вопрос задали, как наше детство, я вот сейчас анализирую, вспоминаю, в детстве меня учили плавать.
меня вот мои родители научили плавать. Поэтому я хотел бы обратиться с призывом к каждому родителю, чтобы он был убежден перед тем, как отправлять ребенка отдыхать, например, ауылға жібереді, су қараусыз қалдырған кезде, умеет ли мой ребенок плавать деген сияқты. А за этот период, если я вот скажу, у нас еженедельно проходит профработа, еженедельно эта работа проводится, и показатели именно по проведенной профилактической работе, они растет. И количество людей, которые привлекаются к ответственности за нарушение требований безопасности, также у нас растет. Да, но вы, кажется, не смогли ответить на вопрос. Я спрашиваю у статистики, сколько детей умеет плавать в городе, сколько нет, в департаменте такой статистики нет. А вы можете такой запрос отправить, как школа начнется? Да, и я хотел второй вопрос вам уже задать. В данный момент вы уточнили то, что в 7 лагерей вы отправили детей за счет бюджета, правильно? Тогда встает вопрос, можно ли не отправлять в один лагерь, купить бассейн ДЧСу, чтобы дети учились профилактически с кадрами ДЧС, как плавать? Нет, идея, конечно, хорошая, чтобы купить бассейн, это нужная вещь, но нельзя путать. В лагерях дети занимаются же не только плаванием, там идет некий образовательный, воспитательный процесс. Проводятся мероприятия, расширяющие познание детей, проводятся воспитательные мероприятия, проводятся мероприятия по командообразованию. То есть поставить крест на одном мероприятии, чтобы реализовать другое, это не совсем эффективная форма работы. Но ваш вопрос очень интересен насчет анкетирования. Я себе записала, мы это обязательно проведем. И вообще сегодняшний брифинг был, наверное, больше полезен для меня. Я для себя много вопросов записала. Рахмет. Рахмет. Әріптестер, басқа да сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз болмаса, Нұргүл Ақылбекқызы, өзіңізге мынандай сұрақ келіпті. Шымкент қаласындағы ұлттық бірыңғай тестілеу орталығына қатысты сыни пікірлер жарияланып жатыр. Неше орталық жұмыс жасап жатыр бізде? Балаларға қолайлы жағдай жасалған ба дейді? Шымкент қаласында 3 орталық жұмыс жасауда. Қазір ұлттық тест, бірыңғай тест 3 орталықта жұмыс жүргізіп жатыр. 12 шілдеге дейін балалар тест тапсыратын болады. Жалпы ол жерде жағдай жасалу бойынша мен өзім Алматы трассасында, Тамерланский трассада сол жерде болған орталықты барып көріп қайттым өткенде. Ол жерде балаларға жағдай жасалған. Балалар ішке кіреді, ол жерде ұялы телефондарын, жеке заттарын қоюға арналған шкафчиктер бар. Бірақ ол жерде шкафчиктер кілттенбейді екен, бірақ шкафчиктер бар. Одан бөлек нелер қойып қойған, су ішетін диспенсерлер қойылған, ішінде кондиционері бар. Әр балаға жеке столы, камерасы, өзінің жұмыс істейтін, сол жерде тест тапсыратын жұмыс орны бар. Ішінде күтіп тұратын, отыратын жерлері бар, бірақ сыртта ата-аналарға қойылған орындықтар саны шектеулі екен. Сол жағы сұрақ туындырылмаса, балаларға негізі жағдай жасалған. Соңғы сұрақ болсын, андай сұрақ келіпті. Шымкент қаласының білім басқармасының номер 1 өмірлік қиын жағдайда жүрген балаларды қолдау орталығы туралы неге айтпайсыздар? Ол жерде орын алған жағдай туралы қазір айтып кетсеңіз дейді. Нақты қай жағдай туралы айтып жатыр? Орын алған жағдай туралы деп айтыпты. Номер 1 өмірлік қиын жағдайда жүрген балаларды қолдау орталығы. Нақты жағдай сұрақты қоймаса, өйткені менің қолымдағы мәлімет бойынша өңірлік нөмір 1 орталықта ұжымда бір өзара келіспеушілік болған. Ол жөнінде зерделеу жұмыстары жүргізілді. Ішінде қызмет жасайтын баш лауазымындағы тұлға сол орталықтың тәрбиесі жөнінде орынбасарының арыз жазғанын білеміз. Ол бойынша ол арыз тек қана бізге емес, құзырлы органдарға да түскен. Ол бойынша тексеру зерделеу жұмыстары жүргізілді, фактілері расталмады. Сондықтан ол жерде қандай басқа нәрсе туралы айту керек? Сұрақты нақты қойса, мен сұраққа нақты жауап берейін. Әріптестер, басқа да сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз болмаса, бүгінгі баспасөз конференциямызды аяқтаймыз. Құрметті спикерлер, бүгінгі баспасөз алаңымызға келгендеріңізге, бақ өкілдерінің сұрақтарына жауап бергендеріңізге рахмет. Аман сау болыңыздар.